Глюон деген не? Глюон деген не? Күшті ядролық өзара әрекеттесуді тасымалдаушы бөлшек болып табылады. Жалпы енді глюонды тереңірек айтатын болсақ, табиғаттағы 4 негізгі күштің бірі болып табылатын күшті ядролық өзара әрекеттесуді тасымалдайтын элементарлы бөлшек. Яғни глюон протон мен нейтронның ішіндегі кварктарды жабыстырып ұстап тұратын күш тасымалдаушысы. Оның аты ағылшынның glue желім сөзінен шыққан. Себебі ол бөлшектерді біріктіретін желім рөлін атқарады. Енді мына жерде суреттен де көріп тұрғандарыңыздай протон мен нейтрон кварктерден тұрады. Енді біреусінің ішінде бір жоғарғы, екі төмен, екіншісінде бір төменге, екі жоғары болып бөлінеді. Яғни осы кварктарды бір-бірінен ажырамастай ұстап тұратын бұл жерде глюон, яғни тасымалдаушы күш, тасымалдайтын элементарлы бөлшек болып табылады. Глюон қандай бөлшек? Яғни глюонның ең негізгі қасиеттеріне тоқталып кететін болсақ, ең біріншіден бозон спині бірге тең. Массасы мүлдем жоқ, фотон сияқты. Үшіншіден электр заряды нөлге тең. Бірақ түстік заряд деп аталатын ерекше кванттық қасиетке ие. Жарық жылдамдығымен қозғалады және де соңғы ерекше қасиеті протон, нейтрон, мезон сияқты адрондардың ішінде қамалып өмір сүреді. Енді тағы да қосымша ақпарат айта кетейін. Глюон ол фотонға ұқсас нөлдік массалы және жарық жылдамдығымен қозғалатын бөлшек болып табылады. Бірақ фотонның басты айырмашылығы оның түстік заряд деп аталатын ерекше кванттық қасиеті бар. Осы қасиет арқылы глюондар тек зарядталған бөлшектерге ғана емес, ол өзі сияқты глюондарға да әсер етеді. Бұл күшті әрекеттесудің ең ерекше тұсы болып табылады. Енді кварктар мен глюондардың байланысына тоқталып кетейік. Протон мен нейтрон кварктардан тұратын белгілі. Яғни алдыңғы айтқандарымыз бойынша ол белгілі сіздерге. Міне, сол кварктар бір-біріне көрінбейтін күшпен байланып тұрады. Сол күшті тасымалдайтын әрине глюон. Глюондар кварктар арасында үздіксіз алмасады да, ал осы алмасу байланыс күшін туғызады. Бұл процесс кванттық хромодинамика заңдарымен түсіндіріледі. Ол енді бөлек бір тақырып, кванттық хромодинамика деген. Оған бөлек тоқталатын боламыз. Енді глюондар тек кварк арасында ғана емес, глюон арасында да өзара әрекеттесуін жасайтын болады. Бұл фотондарда болмайтын ерекше құбылыс. Яғни глюон фотондардан осылай ерекшеленеді. Және де глюондар кварктарды бір-біріне желімдейді. Яғни бір-бірін жапсырып тұрады. Бір-бірінен кете алмайды мүлде. Олар секундына орасан көп мөлшерде алмасады. Сонымен қатар кварктарды босап кетуден сақтайды. Егер глюондар болмаса, атом ядросы өмір сүрмес еді. Яғни, егер глюондар болмаса, ядро да болмайтын еді. Ал ядро болмаса, бізде атом да болмайды. Глюондар неге атомнан тыс шықпайды? Осыған тоқталып кетсек, глюондардың ең таңғаларлық қасиеті оларды жеке күйінде көруге болмайды. Оларды вакуумде, бос кеңістікте бөліп шығару мүлдем мүмкін емес. Бұл құбылыс қамалу деп аталады. Себебіне тоқталып кетейік. Ең біріншіден глюондар бір-бірімен өзара әсер етеді. Түстік заряд бос кеңістікте ашық бола алмайды. Жаңа айтып кеткен түстік зарядтың не екенін білесіздер. Кварк пен глюон тек адрондардың ішінде топтасып өмір сүреді. Енді бір қызықты фактіге тоқталып кетейік. Кварктарды бір-бірінен ажыратуға тырыссаңыз, энергия өсіп кетеді де, ол энергия жаңа кварк антикварктың жұбына айналады. Сондықтан бос кварк пен бос глюон ешқашан табылған емес. Яғни кварк пен глюон бір-бірінен ажырамайды. Егіз ұғым десек те артық етпес. Енді яғни глюондар табиғатта қамауда жүреді. Жаңа айтып кеттім, бұл құбылыс қамалу деп аталады деп. Оларды еркін күйде ешкім көрген жоқ. Осыған дейін. Тіпті ең үлкен үдеткіштер де глюонды жеке бөліп шығара алмайды. Енді қазірге дейін әлі белгісіз. Глюондардың қайда маңызды екенін тоқталып кетейік. Ең біріншіден протон және нейтрон тұрақтылығына жауап береді. Бұл жерде ядроның бар болуы глюондарға байланысты. Егер глюондар болмаса, зат мүлде болмас еді. Яғни глюон басқа элементарлы бөлшектердің барлығына, құрылысына осы жауап береді. Егер глюон болмаса, басқа да біздегі элементар бөлшектер болмас еді. Ол жердегі 4 күште болмайды сонда. Екіншіден ядролық реакциялар. Күннің энергиясы, күшті өзара әрекеттесу нәтижесі, тіпті термоядролық синтез глюондық күш арқылы жүреді.
ерекше ақпарат. Үшіншіден, үлкен адронды үдеткіш. Глюондардың қақтығысуы жаңа бөлшектерді ашуға мүмкіндік береді. Яғни бәрімізге белгілі Хиггс бозоны да көбіне глюон соқтығысу арқылы пайда болды. Төртіншіден, кварк-глюон плазмасы зерттеулеріне тоқталып кетейік. Ғаламның алғашқы 10⁻6 дәрежесінде секундында дәл осындай күй болған. Яғни оны Heavy Long Collider құрылғылары осы плазманы зерттеп жатыр. Қазірге дейін. Енді глюондар тек теориялық бөлшек емес, бүкіл ядролық физиканың, күннің жұмыс істеуінің, жаңа бөлшектердің ашылуының негізгі бөлшегі. Ғаламдағы барлық атом ядросының беріктігі глюондардың арқасында болып тұр.